Біздің келесі кейіпкеріміздің өмірге деген құштарлығы жеке өзіме қатты әсер етті. Адам деген атқа лайықты болу үшін осындай мықты рух керек әрбірімізге. 13 жастағы Маржан Садықова өткен жылдың жазынан бері төсектен тұра алмайды. Диагнозы онкологиялық аурудың соңғы кезеңі. Соған қарамастан бойжеткен шығармашылықпен айналысуда. Таяуда Мәскеуде оның көрмесі де өтті. Всем привет! Бұл Маржан Садықова. Өткен жылдың жазынан бері ол төсектен тұра алмайды. Соған қарамастан Мәскеудегі бір бөлмелі пәтерінде шағын студия жасап, қолына кәсіби фотоаппарат алып, модельдерді суретке түсіреді. Когда я фотографирую, боль уменьшается. Я забываю о том, что не могу ни ходить, ни сидеть, быстро устаю, а чувствую заряд энергии. Любимое дело питает, наполняет жизнь смыслом. Жасы 10-ға толғанша Маржан қатал дерті жөнінде білмеген. Кәдімгі қыздай күліп ойнап, болашаққа өз жоспарын құрған еді. Бірақ тағдырдың оған жазғаны басқа болып шықты. 2011 жылдың жазында Маржан қатерлі ісікке шалдыққанын біледі. Дағыстаннан дереу Мәскеуге ем іздеп келіп, осында тұрақтаған қыз енді 2 жыл уақытын жоғалтып алғанын айтып отыр. Человек способен на совершенно невероятные вещи, если верит в свою мечту. Нужно просто начать идти. Возможности, единомышленники, все появится. Помощь придет. Маржанның арманы суретке түсіру еді. Так многие откликнулись, когда я сказала, что мне нужны модели и реквизит. Они меня даже не знали, но были готовы безвозмездно отдавать свои вещи. Сами приезжали, помогали в создании образов. Фотоаппаратты Маржанға ресейлік хоспис сыйлаған. Кейін жеке көрме ұйымдастырылып та ұсыныпты. Вообще в начале, когда Лида предложила выставку, мне показалось, что это будет так тяжело, и потому что она ведь, ей очень тяжело, и я подумала, как она это потянет, вообще невозможно. Она сказала, почему бы и нет, хорошо. Так как-то я прям увидела, что в ней реально стало больше энергии от того, что она думала об этой выставке. Лень, когда нет хорошей цели. У меня бывали моменты, когда я хотела просто все бросить и лечь отдохнуть, но я вспоминала, ради чего я это делаю, и это было важнее, чем комфорт. 2 айдың ішінде Маржан 30-ға жуық сурет жасады. Онда фотограф өмірге деген өз көз қарасын білдірген. Маржан өзінің айықпас дертіне философиялық көз қараста. Ол өкініп, өкпелеп, тағдырына түңіліп жатқан жоқ. Жүрегі соққан әр минутты ару маңызбенен өткізуге талпынады. Просто используйте свои возможности по максимуму. Действуйте, полагаясь на любовь, будьте этичны и будьте счастливы. Это лучшее, что мы с вами можем сделать.